Армысыңдар достар, анықталған интегралды қолдану атты сабағымызды жалғастырайық. Осы сабақта айналу бетінің ауданын есептеуді қарастырамыз. АБ кесіндісінде үзіліссіз болатын f функциясының графигімен жоғарыдан шектелген және төменнен OX осімен шектелген қисық сызықты трапецияны қарастырайық. Оны OX осіне қатысты айналдырсақ, мынадай дене аламыз. АБ аралығын бөліктеп, А ұшын x0 деп, Б ұшын x4 деп белгілейік. Әрбір жеке бөлікке сәйкес дене бөлігін қиық конус деп қарастыруға болады. Сол қиық конустардың бүйір бетінің қосындысы жуықтап, айналу бетінің ауданына тең болады. x0 мен x1-ге сәйкес функция мәндерін белгілеп, осы қиық конусты бөлек салып алайық. Бөліктеу түйіндеріне сәйкес функция мәндері конус табандарының радиустары екендігін көріп отырмыз. Олай болса, осындай кез келген қиық конустың бүйір бетінің ауданы келесі формуламен есептеледі. Аргумент өсімшесі былай анықталады. Мына сары үшбұрышта ол катеттің бірі болады. Ал екінші катет сәйкес функция өсімшесі болады. Сары үшбұрыштың гипотенузасы көріп отырған қиық конустың жасаушысы болады. Жалпы жағдайда жасаушылар Пифагор теоремасына сәйкес былай анықталады. Мына формуладан келесі формуланы жаза аламыз. Орта мән туралы теорема бойынша мынадай өрнек жаза аламыз. Одан келесі формула шығады. Соңғы анықталған функция өсімшесін жоғарыдағы формулаға апарып қойсақ, ол былай өзгереді. Дельта x квадратты түбір сыртына шығарамыз. Бальцано-Каши теоремасы бойынша мына формула дұрыс. Одан келесі формуланы аламыз. Оны жоғарыдағы формулаға апарып қоямыз. Нәтижесінде келесі формула шығады. Бөліктеу диаметрін лямбда деп белгілейік. Бөліктеу диаметрі нөлге ұмтылғанда қиық конустардың бүйір беттерінің аудандарының қосындысы айналу бетінің ауданына ұмтылады. Сарымен ерекшеленген бөлікті тұтас функция деп санасақ, Риман қосындысына қатысты шекті байқаймыз. Ол дегеніміз, сол сарымен ерекшеленген функция бойынша анықталған интеграл болады. Осы формула бойынша айналу бетінің ауданы есептеледі. Мысал. Қажетті формуланы жазып қояйық. Координаттық жазықтықта есеп шартында берілген функцияларға сәйкес қисық сызықты трапецияны салайық. Оны OX осіне қатысты айналдырсақ, мынадай дене аламыз. Формулаға сәйкес мынадай анықталған интеграл жазамыз. Оны ықшамдаймыз. Осы анықталған интегралды есептейміз. Айналу бетінің ауданы табылды. Мысал. Координаттық жазықтықта есеп шартында берілген функцияларға сәйкес қисық сызықты трапецияны салайық. Оны OY осі бойынша айналдырайық. Нәтижесінде мынадай айналу денесі шығады. Осы дененің толық бетінің ауданын табу қажет. Формуланы жазып қоямыз. OY осіне қатысты айналдырғандықтан формуланы былай өзгертіп жазайық. Енді функцияны y-ке тәуелді деп қарастыратын боламыз. Мына бөлікке сәйкес бүйір бетінің ауданын есептейміз. Интегралдау аралығын анықтайық және қоршаудағы формулаға сәйкес мынадай анықталған интеграл жазайық. Оны есептейік. Енді мына бөліктің бүйір бетінің ауданын есептейміз. Интегралдау аралығын анықтаймыз. Қоршаудағы формулаға сәйкес мынадай анықталған интеграл жазамыз. Оны есептейміз. Бастапқы дененің ортасы қуыс. Ол жерде цилиндр бар. Оны былай есептейік. Толық беттің ауданы келесідей анықталады. Бұл жерде 3π дегеніміз көріп отырған дененің табанының ауданы. Келесі сабақта доғаның статикалық моментін қарастыратын боламыз. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.